Сенің таңдауың. Бұл әлем екі тарапқа бөлінеді. Бірінші тарап, бұл беттегілер өте көп, тобыр тарапы. Бұл тараптағы адамдар өмірін күтумен өткізеді. Демалысты, жазды, жексенбіні, жаңа президентті, ақырзаманды күтеді. Теледидардан не істеу керек, қалай істеу қажетін көрсеткенше күте береді. Сосын теледидар бұларға не істеу тиіс екенін айтады. Соны жасайды. Жаны қиналғанын сәтсіз демалыстан, салқын жаздан, өзінің президентінен, орнамаған ақырзаманнан көреді. Содан келесі айналымға шыққанша солай жалғаса береді. Екінші тарап өз өмірі үшін жауапкершілік алатын адамдар. Олар құлап, сүрініп, қателесіп өмір сүреді. Тобырдың табасына қап жатады. Бір қарасаң сол тобыр төбесіне көтеріп жатады. Олар бұл дүниені зерттейді. Сол дүниедегі өзін зерттейді. Түбі жоқ құпияларға сүңгиді, жүрегін тыңдайды. Өткен үшін ешқашан өкінбейді. Бүгінмен өмір сүреді. Келешегінде қабылдайды. Өмірдің әр сәтін рухын жігерлендіруге жұмсайды. Еңсесін түсірмей өмір сүруге барын салады. Бұл екі тараптың ешбірі бір-бірінен артық, кем емес. Біз оларды сынайын, яки бағалайын деп отырған жоқпыз. Қолдан келері таңдау жасау. Жүрекпен таңдаған тараптың жолына түсіп, қалаған өмірді сүру. Күн сайын. Бастағаның бәрін аяқтау. Бұл өмірден қалағаннан да артық алу. Жаңаны бастау. Өзіңнің бақытты екеніңді түсіну. Сәт сайын. Сенің әнің не туралы болмақ? Сенің сәтсіздігіңе мына фәни дүние ғана кінәлі демексің бе? Әлде бүкіл өмірің сынақ пен сабақтан тұрды, соның бәрін маңдайың ашық түрде қабылдап, жауапкершілікпен бастан өткеріп, жүрек қалауымен өмір сүрдім деймісің? Бұрын кім болғаның маңызды емес. Қазір не шешкенің маңызды. Авторы Фабел Никифоров.